Бүгін видео түсіру керек. Бірақ менде идея жоқ қой. Ал идея жоқ болғанда видео жоқ қой. Ал видео жоқ болғанда просмотр азаяды ғой. Просмотр азайғанда подписчиктер отписка жасайды ғой. Сосын мені ешкім сыйламайды ғой. Аға. Иә. Не істеп жүрсің? Не жерге қарап? Ішіне қазір видео түсіріп жатырмын. Жақсы. Барлы әлем прикольші сәлем. Аға. Тут, тынышталшы. Барлы әлем прикольші сәлем. Аға дей. Тұрған жоқсың ба? Видео түсіріп жатырмын, блин. Тұрған жоқпын. Не болды? Екіге бір болып әңгіме айтайық. Көріп тұрсың ғой видео түсіріп жатқанымды. Қойт, бір күн видео түсірмей ақ қойшы. Неге? Ал 200 теңге берсемші. Smoke weed every day. Давай. Не айтамыз? Бір нормально әңгіме айтайық. В общем, баяғыда бір Спанч Боб деген бала болыпты. Ол мультик қой. Ол мультик емес. Ол күнде Никелодеонде басталып жүр ғой. Аузында. Так, Спанч Боб деген бала болыпты. Ол әр бір жерге қыдырған. Сосын жолында ол Микки Паус деген мысықты кездестіреді. Вообще-то Микки Маус, сосын ол тышқан. Жаптима аузында. Микки Паус деген оған «Оу, салам, брачка!» деді. Спанч Боб оны бір ұрды да Сөйлейтін мысық деп қашып кетті. болды ма? Я, екшінгенді мен. Мен де айтайын. Жақсын. Бір күні бір бала болды. Оның аты школьник Владимир. Ол Dota Counter-Strike түнімен ойнаған. Сосын түнгі сағат 3-те ол бір дауысты естіген. Ол дауыс құтты баланың күлгендей, жылағандай сияқты ғой. Ол коридорда болған кезде құтты баланың дауысы естілмей кеткен. Оказывается, ол көршілердің балалары екен ғой. Шолап жатыр. Вот это поворот! Деді. Ол қайта өз компьютеріне бара жатқанда бір мысықты көрген. Ей, мұны пушок қой! Бірақ мен үйімде ешқандай мысық болмаған ғой. Деп талып қалған. Болды. Қasi. Енді екшілміш. Я самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в ударе, потому что у меня есть мания.